Несиені төлемеген жағдайда сіз 3 сатыдан өтесіз. 90 күнге дейін просрочкада болсаңыз, онда сізбен банк жұмыс істейді. Егер просрочкаңыз 90 күннен асып кетсе, онда сізбен бірге коллекторлық компания жұмыс істейді. Одан кейін кейбір жағдайларда, егер ісіңіз сотқа өтіп кеткен болса, онда сізбен жеке сот орындаушысы жұмыс істейді. Осы 3 жағдайда сіздің қарызыңыз өсе ме? Сіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз қандай? Деген сұрақтарға бүгін мен осы видеода жауап беруге тырысамын. Егер де қызық болса, онда әрі қарай көреміз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Карантиннен аман есен шықтыңыздар ма? Оразаларыңыз қалай өтті? Біздің отбасымызда үлкен жаңалықтар орын алғандықтан осы сенбі видеомды түсіре алмадым. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Сонымен сіз кесте бойынша несиені дер кезінде төлей алмай қалдыңыз, яғни 90 күнге дейін егер төлей алмасаңыз, онда сізбен банк жұмыс істейді. Яғни банк бұл жерде біріншіден сізбен телефон арқылы келісімге келуге тырысады, екіншіден басқа банктердегі шоттарыңызға арест қояды. Ал егер де сол 90 күннің ішінде 3 айдың төлемі мен оған қосылған пеняның барлығын төлейтін болсаңыз, онда банк сізді қайтадан кестеге қойып, онда несиеңізді әрі қарай жалғастырып төлей бересіз. Ал несиені 90 күннен артық төлемесеңіз, онда банк сіздің несие шартыңызды коллекторлық компанияға өткізіп жібереді. Енді коллекторлық компания не істейді? Соған тоқтала кетейік. Біріншіден, психологиялық шабуыл жасайды, яғни намысыңызға, жүйкеңізге тиетін боғауыз сөздерді айта бастайды. Екіншіден, тұрақты жалақыңыз, атыңызда көлік немесе үй бар жоғын анықтайды. Үшіншіден, туысқандарыңызды, достарыңызды, жұмыс орныңызды мазалай бастайды. Төртіншіден, кей жағдайларда жеке куәлікпен көлік жүргізу куәлігіне, сондай-ақ шоттарға арест қояды. Бесіншіден, шетелге шығуыңызға мүмкіндік бермейді. Бұл жерде айта кететін жағдай негізі заң бойынша коллекторлық компания сізбен тірідей бір рет қана кездесуге, сосын барып таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін күніне 3 рет қана мазалауға құқығы бар. Алайда көп жағдайда коллекторлық компаниялар сол боғауыз сөздерді немесе ар-ожданыңызға тиетін сөздерді, ар-ожданыңызға тиетін ауыр сөздерді айтуы мүмкін, немесе жүйкеңізді тоздыратын сөздер, немесе намысыңызға тиетін сөздер айтып жатса, онда міндетті түрде әрине банкке барып, ол жерде жеке басыңызға қатысты мәліметті таратпауға өтініш жазасыз. Одан кейін барып ұлттық банкке шағымданасыз. Айта кететін жайт, 2019 жылы ұлттық банк коллекторлық компанияларға қатысты 5 әкімшілік жаза мен 14 шара қолданды. Тағы да айта кететін мәселе, бұл жерде сіздің егер қарыз сомаңыз мысалы 1 миллион теңгедей болатын болса, оған тағы да 90 күн жүргізілген пеня қосылады. Сол соманың барлығын банк коллекторлық компанияға жаңағыдан сатып жібереді, несие шартын. Одан кейін ол сома әрі қарай өспейді. Себебі коллекторлық компания ол банк емес. Сондай-ақ іс жүзінде сіз коллекторлық компанияға емес, банкке қарсысыз. Коллекторлық компания тек қана сізбен банктың ортасындағы грязная работаны жасайтын делдал ғана. Әрі қарай коллекторлық компания сізді қашан сотқа береді? Егер де сіздің әрине тұрақты жалақыңыз өзіңіздің атыңызда жаңағы көлік немесе үй, пәтер болған кезде ғана сізді сотқа береді. Қалған жағдайлардың барлығында сізді сотқа бермейді. Неге? Себебі сізді сотқа беру тиімсіз болып табылады. Сізге соттың
sud.kz сайтынан SMS келген кезде ғана сізді сотқа берген білуге болады. Ары қарай не істейміз? Ары қарай міндетті түрде сотқа барамыз. Ол жерде соттан қорқудың қажеті жоқ, себебі сотта ешкім сізді соттап жібермейді. Сонымен қатар сіздің ол жерде қандай құқықтарыңыз бар, соған тоқтала кетейік. Ол жерде сіз іс материалдарымен танысуға, олардың көшірмесін алуға, сотқа ауызша және де жазбаша түсініктемелер беруге, банктың уәждеріне қарсылық білдіруге, яғни банктың немесе коллекторлық компанияның қойған сомасымен келіспеуіңізге де болады. Сондай-ақ жаңағы шыққан сот отырысының хаттамасымен танысуға, сондай-ақ соттың шыққан шешіміне апелляциялық шағым беруге құқылысыз. Сондай-ақ тағы да ескерте кететін жайт, ол сот шешімі бойынша сізді ешкім банкке бүкіл сумманы бір-ақ күнде қайтаруға мәжбүрлей алмайды. Ары қарай енді соттың шешімі шығып қойды, сізден банктың пайдасына қандай да бір сома өндірілді. Ол соттың шешімі өзінің заңды күшіне енді делік. Ары қарай не болады? Ары қарай егер сол соманы сіз өзіңіз ерікті түрде төлеген жағдайда, ол іс жеке сот орындаушысына өтпейді. Егер де ерікті төлемейтін болсаңыз, онда сіздің ісіңіз жаңағыдай жеке сот орындаушысына өтіп кетеді. Бұл жерде жеке сот орындаушысы қандай қызметтер атқарады, соған тоқтала кетейік. Жеке сот орындаушысы, яғни частный судебный исполнитель, ол біріншіден банктегі счеттарыңызға арест қояды, екіншіден жылжитын және жылжымайтын мүлікке арест қояды, үшіншіден шетелге шығуыңызға тыйым салынады. Ал сіздің жеке заттарыңызбен жанұяңыздың жеке заттарына, сондай-ақ балалардың жеке заттарына, мынау пособие, сондай-ақ әлеуметтік кез келген төлем түсетін счеттарға арест қоюына тыйым салынады. Сондай-ақ жеке сот орындаушының шығарған қаулысы, яғни азаматтық істер бойынша олардың мерзімі 1 жылдан 3 жылға дейін ғана. Сондай-ақ бұл жерде жеке сот орындаушының ақысы жайлы айтып кетейін. Көбінесе олардың ақысы 3%-дан 25%-ға дейін құрайды. Осымен бүгінге сіздерге несиені төлемеген жағдайда не болатыны жайлы жинаған шағын ғана ақпаратым бүгінге осы ғана. Осы айтқан ақпараттарымды қорытындылай келе сіздерге айтарым, несиені төлей алмау ол өмірдегі ең қорқынышты, ең маңызды нәрсе емес. Себебі нарық заманында бұл жайт кез келген адамның басынан өтетін құбылыс. Қазіргі статистикаға сүйенетін болсақ, әрбір қазақстандық азаматтардың басында несие бар. Алайда кез келген жағдайда арыз жазып немесе сотқа жүгінуден қорықпай өз құқықтарыңызды қорғай біліңіздер. Сондай-ақ кез келген мәселенің шешімі болатынына сеніңіздер. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз. Сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей төменде комментарийді жазып кетеміз. Сондай-ақ каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.